Сәлем достар, теңдеу тақырыбына берілген Б тобының есептерін бірге қарастырайық. 109-шы есеп теңдеуді шешіңдер. Бірінші мына жерге x азайтылған 16-ға 9 көбейтіліп тұр, тең 126 дейді. Біз мына көбейтіліп тұрған 9-ды теңдіктің оң жағына апарамыз. Сонда x азайтылған 16 тең 126 бөлінген 9 болып барады. X азайтылған 16 тең болады 14. X тең болады. Енді азайтылып тұрған 16-ны 14-дің қасына апарамыз. Қосылған 16 болады. Сонда X тең 30. Екіншісі 28, мына жерде белгісізге көбейтіліп тұр, тең 224. Сонда X қосылған 5 тең болады 224-ті бөлеміз 28-ге. 28 мұнда көбейтіліп тұр, е? X қосылған 5 тең болады 8. X тең болады 8, азайтылған 5. Да 5 қосылып тұр сол үшін, X тең 3. Үшінші, X қосылған 76 бөлінген 7 тең 15. Біз не істейміз? Мына бөлініп тұрған 7-ні теңдіктің оң жағына апарсақ, ол көбейту болады. X қосылған 76 тең 15 көбейтілген 7. X қосылған 76 тең болады 105. X тең болады, енді 76 қосылып тұр, теңдіктің оң жағына апарамыз, ол азайту болып барады. X тең болады 29. Төртінші, 144 бөлінген X азайтылған 3 тең 36. Бізге X азайтылған 3-ті табу үшін 144-ті бөлеміз 36-ға. X азайтылған 3 тең болады 4. X тең болады, істеміз 4-ге 3-ті қосамыз. X тең болады 7-ге. Бесінші, 21 белгісізге көбейтіліп тұр, сонда 84 шығады екен. Y азайтылған 8, олай болса 84-ті не істейміз? 21-ге бөлеміз. Y азайтылған 8 тең болады бізде 4. Y тең болады 4-ке 8-ді қосамыз. Y тең болады 12. Алтыншы, белгісіз сан 18-ге бөлініп тұр, сонда 4 шығады екен. Бөлініп тұрған сан теңдіктің оң жағына барған кезде көбейтуге айналады, солай ма? 4 көбейтілген 18 болады. X қосылған 67 тең 72. Енді X тең 72-ден 67-ні азайтамыз. Тең 5 болады. 110 теңдеуді шешіңдер дейді. Қарайық, бізде жақшаның ішінде 12m азайтылған 5m көбейтілген 4 тең 252 дейді. Біз не істейміз? Бірінші жақшаның ішіндегі ұқсап тұр, оларда не бар? M деген айнымалысы бар. Олай болса оны есептеп алайық. 12m-нан 5m-ді азайтсақ, бізде болады 7m көбейтілген 4 тең 252. 7m тең 252 бөлінген 4. 7m тең 63. M тең 63-ті 7-ге бөлсек 9. Екіншісі 4n қосылған 3n көбейтілген 11 тең 154. 4n-ға 3n-ді қосамыз. 7n көбейтілген 11 тең 154. 7n тең 154-ті бөлеміз 11-ге. 7n тең болады екен 14. n тең болады 2-ге. Үшінші, 45 бөлінген 4m азайтылған m тең 3. 45 бөлінген 4m-нан m-ді азайтсақ, 3m болады, тең 3. 3m тең болады 45-ті 3-ке бөлеміз. 3m тең 15. m тең 15-ті 3-ке бөлсек 5. Төртінші, 19n азайтылған 6n бөлінген 4 тең 26. 19n-нан 6n-ді азайтсақ, бізде болады 13n.
бөлінген 4 тең 26. 13n тең 26-ны көбейтеміз 4-ке. 13n тең болады 104. n тең болады 104-ті 13-ке бөлсек 8. Бесіншісі 16m қосылған 5m бөлінген 18 тең 7. Біз мыналарды қосып алайық. Бізде болады 21m бөлінген 18 тең 7. 21m тең 7-ні 18-ге көбейтеміз. 21m тең болады 126. Сонда m 126-ны 21-ге бөлсек 6. Алтыншысы 17n азайтылған 8n бөлінген көбейтілген 13 тең 351. Азайтайық n-дарды. Бізде болады 9n көбейтілген 13 тең 351. 9n тең болады 351-ді бөлеміз 13-ке. 9n тең болады 351-ді 13-ке бөлсек 27. n тең 3. 111-дің біріншісі кітапта берілген, қалай шығарылу керек екені. Екіншісін қарастырайық. АВ кесіндісінің ұзындығы 40 см. АВ кесіндісі С және Д нүктелерімен АЦ, СД және ДВ кесінділеріне бөлінген. СД кесіндісі АС кесіндісінен 4 см ұзын, ал ДВ кесіндісінен 2 есе қысқа. АЦ кесіндісінің ұзындығын табыңдар дейді. Біз берілген жазайық, АВ кесіндісінің ұзындығы бізде 40 дейді. Ал СД АЦ кесіндісінен 4 см ұзын. АЦ кесіндісінен 4 см ұзын, яғни 4-ті қосамыз. Және де СД не дейді? ДВ-дан 2 есе қысқа. Яғни ДВ-ны 2-ге бөлсек СД шығады дейді. Енді осы жерде қарайық. СД-ны X деп белгілеп алсақ, не шығады? X тең АЦ қосылған 4 болады. Осы жерде АЦ-ны тауып алайық. АЦ тең болады X азайтылған 4. Дәл сол секілді, мына жерде екінші өрнекте де СД-ны X деп алайық. Астына жазайын. X тең ДВ бөлінген 2. Ал ДВ-ны табатын болсақ, не істейміз? Мынау 2 теңдіктің сол жағына барған кезде ол X-қа көбейтіледі. Сонда 2X болады, солай ма? Енді қарайық. Бізге АВ кесіндісінің ұзындығы берілген. АВ-ның ұзындығын табу үшін біз не істейміз? Барлық тұрған 3 кесіндіні бір-біріне қосамыз. АЦ-ға қосу керек СД-ны, оған қосу керек ДВ-ны. Сонда бізге АВ шығады. Енді орын-орнына қойық. Біз білеміз, АЦ ол X азайтылған 4. Қосамыз СД, ол бізде X. ДВ ол 2X. Тең болады АВ ол бізде 40. Енді шығарайық, Не істейміз? X-тарды жинақтаймыз. X-тардан неше? Мында X, мында X, мында 2X. Барлығында таңбасы қосу. Олай болса қосамыз. X-қа X-ті қосамыз. 2X. 2X-қа 2X-ті қосамыз. 4X. Азайтылған 4 тең 40. Енді азайтылған 4-ті теңдіктің екінші жағына апарсақ, ол қосылған 4 болып барады. 44, X-ті тапсақ, 44-ті 4-ге бөлеміз. X тең болады 11. Біз нені таптық? X-ті таптық. Ал X-іміз бізде СД. Бізге сұрап тұр, АЦ кесіндісінің ұзындығын табыңдар дейді. Біз не істейміз? АЦ-ны жазайық. АЦ тең болады X азайтылған 4-ке. Олай болса, X-дің орнына 11-ді қоямыз. Тең болады 7.
Жауабы АС кесіндісінің ұзындығы 7 см. 112-ші есеп. Балықшылар барлығы 324 балық аулады. Ондағы алабұға шортаннан 3 есе артық, бірақ табан балықтан 17-ге кем. Сазан табан балықтан 2 есе артық. Балықшылар неше шортан аулады, неше сазан аулады? Бұл есепке теңдеу құрастыру үшін бірінші кесте құрастырып алайық. Бізде қандай балықтар бар? Аттарын жазып шығамыз. Бірінші алабұға, одан кейін шортан, табан, сазан балықтар бар. Алабұға шортаннан 3 есе артық дейді. Шортаннан 3 есе артық болу үшін біз шортанды бөлуіміз керек. Шортанды бөлмейміз, біз x деп белгілеп алайық. Олай болса, алабұға одан 3 есе артық болса 3x. Айтады, табан балық алабұғадан 17-ге артық екен. Мына жерде табан балықтан 17-ге кем дейді. Яғни 17-ге кем болса, біз осы алабұғаға 17 балықты қосып жазамыз. Келесі, сазан табан балықтан 2 есе артық. 2 есе артық, олай болса табан балықты 2-ге көбейтеміз. 3x қосылған 17. Енді балықшылар барлығы 324 балық аулаған. Олай болса астына жазып қоям 324. Енді осыған қарап, кестеге қарап теңдеуді құрастырамыз. Қалай барлық балықтарды бір-біріне қосамыз? Себебі барлығы белгілі. 3x қосылған x қосылған, жақшаға алып жазып қояйын. 3x қосылған 17 қосылған 2 көбейтілген 3x қосылған 17 тең 324. Теңдеуімізді құрастырдық, енді оны шешу керек. Шешеміз қалай? Бірінші мына жақшаларды ашайық. Жақшалардан құтылайық, себебі кедергі жазып тұр. 3x қосылған x қосылған. Мына жерде ешқандай жоқ, сондықтан 3x-ті қосылған 17-ні өзін жазамын. Қосылған мына жерде 2 көбейтіліп тұр жақшаға, яғни не істеймін? Үлестірімділік қасиетті пайдаланымды жақшаның ішін ашам. 2-ні мынаған көбейтем, 2-ні мынаған көбейтем. 2-ні 3x-қа көбейтсек 6x қосылған 2-ні 17-ге көбейтсек 34 тең болады 324. X-тарды жинаймын. X, 6x. Қосайық 3x-қа x-ті қоссақ 4x, 4x-қа 3x-ті қоссақ 7x, 7x-қа 6x-ті қоссақ 13x. Енді мына жерде сандар бар, 17, 34. Оны теңдіктің екінші жағына апарайық. Тең 324. Сонда 17 қосу болып тұр. Теңдіктің екінші жағына барғанда азайту болады. 17 азайту 34-те азайту болып барады. Сонда 13x тең 273. Сонда x тең 273-ті бөлеміз 13-ке. X тең болады 21. Бізде x дегеніміз не? X дегеніміз бізде шортан. Бізге не сұрап тұр? Сұрақ, балықшылар неше шортан аулады, неше сазан аулады деді. Сонда біз мында жазайық. Жауабы шортан бізде 21 екен. Шортанды таптық. Енді бізге сазанды табу керек. Жазайық. Сазан бізде 2 көбейтілген 3x қосылған 17. Олай болса x-тің орнына 21-ді қойып есептейміз. Тең 2 көбейтілген, мына жерде 3-ті 21-ге көбейтем 63 қосылған 17 тең болады 2 көбейтілген 80. Ол бізде 160. Сонда бізде сазан балықтан 160 балық аулаған екен. 113-ші есеп. Әкесі неше жаста болса, баласына сонша ай. Екеуінің жастарының қосындысы 39 жыл. Баласы неше жаста? Баласының 1 айлығы әкесінің 1 жасына тең. Ал баласының 2 айлығы әкесінің 2 жасына тең. Сол сияқты баласының 12 айлығы әкесінің 12 жасына тең. Енді қарақ, 12 ай дегеніміз ол бізде 1 жылға тең. Солай ма? Сонда баласының 1 жасы әкесінің 12 жасына тең. Ол не деген сөз? Егер баласын x деп белгілеп алатын болсақ, яғни 1 жылды x деп алатын болсақ,
әкесі одан 12 есе үлкен болып тұр, солай ма? Әкесі олай болса 12х тең. Енді теңдеуімізді құрастырайық. Баласы мен әкесінің жастарының қосындысы 39 деп тұр. Сонда 13х тең 39. Х тең 39-ды 3-ке бөлсек 3. Х деген бізде не? Бұл баласының жасы. Бізде баласының жасын сұрап тұр. Баласы 3 жаста екен, ал әкесі 36 жаста. 114-ші есеп теңдеу бойынша есеп құрастырыңдар дейді. Бірінші, қоймада 250 центнер астық болды. Ол күнделік тегісінен 3 есе көп астық сатылғанда қоймада 115 центнер астық қалды. Қанша центнер астық сатылды? Енді осы құрастырған есебімізді шығарып көрейік. Бізде бастапқыда болды 250 центнер. Бізде күнделікті мысалға үшін Y сатылсын, ал айтады бізге күнделік тегісінен бұл жерде 3 есе көп сатылды, яғни 3Y дейміз. Сатылса, онда біз барлығынан 3Y-ті азайтамыз, сонда қалды 115 дейді. Енді осы теңдеуді шығарамыз. 3Y тең 250-ден 115-ті азайтамыз. 3Y тең 135. Y тең 135-ті 3-ке бөлеміз. 45. Сонда күнде 45 центнер сатылса, осы күні ол 3 есе көп сатты, яғни 135 центнер астық сатқан екен. Екіншісіне есеп құрастырып көрейік. Бақта барлығы 120 ағаш бар. Ондағы алмұрт ағашы өрік ағашынан 3 есе көп. Бірақ алма ағашынан 2 есе кем. Бақта неше өрік ағашы бар? Енді қарайық. Бақта барлығы 120. Алмұрт ағашы өрік ағашынан 3 есе көп. Өрік ағашынан деп тұр. Өрік ағашы бізде X болады. Алмұрт өріктен 3 есе көп, олай болса 3X болады. Ал бірақ алмадан 2 есе кем. Алмұрт алмадан 2 есе кем болса, 2 көбейтілген алмұрт болады, алманы жазсақ. Тең 120. Енді есептейік. X қосылған 3X қосылған 2 3 6X тең 120. Барлығын қоссақ 10X тең 120. X тең 120-ны 10-ға бөлеміз 12. Бізде X дегеніміз не еді? Бірінші айттық, бұл өрік ағаш. Сонда таптық, өрік ағашы барлығы 12 түп екен. Үшіншісі, дүкенде 48 метр мата болды. Оның біраз бөлігін сатып, қалғанынан 8 көйлек тікті. Әр көйлекке 4 метр матадан жұмсалды. Қанша метр мата сатылды? Бізде 48 метр мата болды. Оның біраз бөлігін сатылды. Яғни сатылды білмейміз қанша екен. 48 азайтылған X дейміз. Енді бізге айтады, қалғанынан 8 көйлек тікті. Қалғанынан 8 көйлек тікті және әр көйлекке 4 метр матадан кетті. Яғни біз не істесек болады? 8 көйлек көбейтілген 4. Немесе 48 азайтылған X-ті қалғанын 8-ге бөлген кезде тең 4 деп жазсақ болады. Екеусінде де айырмашылық жоқ. Енді не істейміз? 48 азайтылған X тең 32 болады. X тең 48 азайтылған 32. X тең болады 16.